Армысыздар, бармысыздар, біздің қымбатты тыңдармандарымыз. Арнамызға қош келдіңіздер. Арнамызға салған әңгімелерімізге лайк басып, тіркеліп, қолдап жүрген сіздерге Аллам разы болсын. Әңгімелерімізге лайк басып жүрген алтын саусақтарыңыз талмасын, шаршамасын. Отбасыларыңызда тек мереке, береке болсын. Бүгінгі атқан таңдарыңыз арайланып атып, барша қазақ еліне, барша алаш жұртына тек жақсылығымен келсін. Ал ендеше қымбатты тыңдармандар, мен әңгімемді бастайын. Мен әңгімелейтін әңгіме өте әсерлі, қорқынышқа толы болады. 1998 жылы Алматы қаласында 5 кісіні өлтіріп, суға ағызып жіберген бір азамат қолға түседі. Соның қылмысы қалай жасағанын, қылмыс жасап болғаннан кейін ізін қалай суытып жүргенін, Алматы қаласының прокуратурасы менен оперативниктері қалай оны қолға түсіргенін баяндап беретін боламыз. 1996 жылы Игорь есімді орыс азаматы кешке жақын Алматы қаласында серуендеп жүрген орта жастағы бір әйелді жанына жақын келіп, қалтасындағы газовый баллончикпен тұншықтырып, әлгі демалып жүрген әйелді қалың ағаштың арасына апарып, есін жинай алмай жатқан кезде әбден зорлап қорлайды. Ең соңында буындырып өлтіріп, қалың ағаштың арасына жасырып, таяу маңдағы үйіне барып, бір қап алып, қолына балтасын алып, әлгі әйелдің мәйітін майдалап шауып, басын бір бөлек, аяқ қолын бір бөлек, денесінің бәрін шауып, қапқа салып, Алматы өзеніне әкеліп, ағызып жібереді. Бұл оның бірінші жасаған қылмысы болатын. Міне осылай Игорьдің кейін оны маньяк, мясник деп атаған осы маньяк бірінші адам өлтіргеннен соң адам өлтірудің түкке тұрмайтынын байқайды. Оның сондай аса қулығы, сақтығы көп уақытқа дейін қолға түспей жүруіне әбден әсерін берді. Осылай арада бір жарым айда өткенде әлгі маньяк Алматы қаласында кішкентай итін жетектеп демалып жүрген орыс әйелді дәл бірінші адамды қалай өлтірсе, оны да солай газ баллончикке тұншықтырып, қалың ағаштардың арасына апарып, әбден зорлап, қорлап өлтіреді. Мәйітті жасырып қойып, жақын маңдағы үйіне барып, үйінен қап пен балта алып шығып, әлгі әйелді майдалап шауып, қапты суға ағызып жібереді. Ертесіне дым болмағандай, үстіне костюм шалбар киіп, қолында портфелі бар, кәдімгі дипломат адам ұқсап, көшеге шығады. Ешкім бұны адам өлтірді деп ойламайды. Екі мәйітті судан тапқан кісі жоғалды деген адамдардың арыз шағымына байланысты дәл сол аумақты қатаң күзетіп, аңду басталады. Әр пәтерлердің, подъездердің алдында гражданский киім киген милициялар жіті бақылап, әр подъездің тұрғындарменен тілдесіп, ақпараттар жинай бастайды. Бірақ күдікті ешкімді байқамайды. Осылай жүргенде 1997 жылы дәл сол ауданнан және бір әйел адамы жоғалады. Ендігі жерде милициялар менен прокуратурадағы қызметшілердің бастары әбден ауырады. Бұл қалай сонда деп, не керек осылай қатаңдатылған режим менен милициялар таң азаннан кешке дейін, кешке орындарын ауыстырып, кештен таң атқанға дейін бақылауда болады. Күдікті ретінде әлгі маньякпенен және бір жұмыссыз адам арақты көп ішетін екеуі нысанаға алынады. Әлгі арақ ішкіш бір арақ ішкен кезде тоқтай алмай 2-3 күн ішеді екен. Осы арақ ішіп жүріп, бір бәлені бүлдіреді ау деп, артынан қатты аңду басталады. Әлгі маньякты үстіне костюм шалбар киіп алады. Жаздың ыстық күндерінде үстінде костюм шалбар, мойнында галстук, қолында портфелі бар. Азанда үйден шығып, кешке уақытылы үйіне келіп жүреді. Не керек осылай? 1997 жылы және бір әйел адамы дәл осы ауданнан із-түзсіз жоғалады. Арада көп өтпей Алматы өзенінен әлгі мәйіттің майдалап қапқа салған денесі табылады, яғни мәйіті табылады. Бұл не деген жұмбақ дүние деп милициялар басын әбден қатырады. Әлгі алқашпенен маньякты ендігі жерде жіті қадағалайды. Әр басқан қадамдарын аңдып жүреді. Алқаш арақты ішіп-ішіп, әр жерде құлап, бет аузы көп көмбек болып, басы жарық-жарық, беті әбден сырылып кеткен. Үйіне әзер келіп жүреді. Ендігі жерде күдіктің басым бөлігі әлгі костюм шалбар киіп жүрген орысқа түседі. 1998 жылы көктемнің әдемі болып тұрған уақыты 5 милиция қызметкері гражданский киім киіп әлгі орысты аңдиды. Орыс ештеңке болмағандай костюм шалбар менен кешке үйіне келеді.
5 militsiya uzaqdan qarab, tasa жерден бақылап жүреді. Кешкі сағат 9-дардың шамасында дала қара көлеңкі болып, қараңғы болғанда, әлгі орыс үйінен шығады. Бұлар ту сыртынан бақылауды күшейтеді. Әлгі орыс Алматы өзенін жағалап, өрлеп, жоғарыға қарай шығады. 5 милицияда әр подъездің тұсын тасалап, аңдуды күшейтеді. Не керек? Әлгі орыспенен милициялардың арасын 700-800 метрдей қашықтық бөліп тұрады. Дәл осы кезде Алматы өзенін жағалап, келе жатқан жалғыз әйел көзге түседі. Милициялар дереу дайындалып, осыған әлгі шабуыл жасауы мүмкін деп ойлағанша, әлгі орыс келе жатқан әйелді тарпа бас салып, газовый баллончикті сеуіп, қалың ағаштың арасына сүйрей бергенде, милициялар жүгіре жөнеледі. Милициялар жүгіріп жетем дегенше, әлгі неме әйелдің мойнына пышақ салып, өлтіріп қояды. Тура сол заматта 5 жағынан жетіп келген милицияларға қолындағы пышағын жалаңдатып, қарсы шығады. Милициялар әбден дайындықтан өткен, шеттерінен қоян қолтық айқастың шеберлері болатын. Әлгі неме милицияның біреуіне пышақ ұра бергенде, қолын ұстап алып, тіземен бауырынан бір теуіп, қолын артқа қарай қайырып, пышағын тартып алып, қалтасындағы кісенменен қолын кісендегенде, жанындағы милициялар да сол жерге жетіп келеді. Әлгі әйелге жүгіріп барса, әйел марқұм болып кетіпті. Дереу милиция жедел жәрдем шақыртып, әлгі маньякты қамауға алып кетеді. Әлгі маньяк ана өмірде отказ деген болады. Бәрінен отказға кетеді. Бір жұма тергеуде ұстап, бір жұмадан соң прокурордың санкциясыменен Алматы қаласындағы түрмеге жөнелтіледі. Түрмеге келген әлгі орысты ол уақытта ату жазасы деген болатын. Ату жазасына кесілетін адамдарды подвалда ұстайды. Дереу оны подвалға түсіреді. Ату жазасына кесілетін адамдарды кандала деген болады. Аяғына, қолына ұзын шынжырменен кісендеп қояды. Себебі ату жазасына кесілетін адамдар, не болмаса ату жазасына үкім шыққандар өз-өзіне қол жұмсауы мүмкін. Сондықтан аяқ қолына кандала кигізіп қояды. Оларды серуендеуге шығарғанда күзетшілер біреу емес бірнеше болып қаруменен серуендеуге алып шығады. Оларды серуендеуге алып шыққанда зектер серуендейтін жақта ешкім болмауы керек. Міне Игорь маньяк Мясникті осылай подвалға қамап, қамақта ұстайды. Бұның тергеуі бітпесе де атылатынын өзі іштей біліп жүреді. Күндердің бір күні бұны серуендеуге алып шыққанда, бұл қайдан алғаны белгісіз, сақал қыратын, станокқа салатын лезвияны қолына алып, кәдімгі тамағын орып жібергенде қып-қызыл қан болып, қандар атқылап, коридордың бәрі қып-қызыл қан болады. Бұны көрген күзетшілердің өзі не істерін білмей, біреуі дереу дабыл қағып, түрменің санчасында отыратын врачтарын шақырады. Врачтар келіп, әлгі маньякты кескен жерін тігейін десе, әлгі бұлқынып шама бермейді. Күзетшілердің ішінде біреуі өте жүректі, өте мығым денелі күзетші екен. Жақындап барып, қан болған маньякты жағынан бір ұрып, топ еткізеді. Дереу снотворный салып, оны талдырып жіберіп, врачтар тамағының кесілген жерін тігіп тастайды. Өңешіне сәл-сәлақ жетпей қалыпты. Ол кездегі заң бойынша сот ату жазасы үкімін шығарғанша тергеуге кері әсері болады деп, бұндай адамдардың өмірін сақтайтын еді. Не керек? Бәрібір атылатынын білген Игорь маньяк арада 10 күн өткенде жазылып, милициялар, яғни түрме қызметшілері тағы да бұны серуенге алып шығады. Түрменің заңы бойынша түрмеде отырған адамдарды күнде серуенге алып шығуы тиіс. Міне осылай Игорь маньякты аяғында кандаласы, қолына да кандала салынған. Олар жүріп келе жатқанда сықыр-сықыр етіп адамның бойын үрей билейді. Олар коридордан өткенде коридордың кармушкасының бәрін жауып бекітіп қояды. Бірақ сылдыр-сылдыр етіп өтіп бара жатқаны құлаққа шалынып тұрады. Кенет коридорда серуенге шығып бара жатқан жерде айқай-шу басталып кетеді. Бұл жолы да лезвияны жартылай сындырып, тісінің үстіне қойып қойған Игорь аузындағы лезвияны шығарып, қолын білеген осып жібергенде қайтадан қып-қызыл қан, айқай-шу басталып кетеді. Қолында қан шашырап алып жатқан қолын, шашырап жатқан қанды түрме қызметкерлерінің үстіне қарай шаштырып, қолын арла-берлі сілтейді. Кандала тұрғандықтан қолын ұзаққа сілтей алмайды. Қанның аты қан ғой. Қып-қызыл қан болып, дуалдарға шашырап, түрме қызметкерлерінің үстіне шашырайды. Түрме қызметкерлері 3-4 жабылып, әлгі маньякты жерге жығып, санчастан врачтарды шақыртады. Врачтар тез жетіп келіп, әлгінің қолын, кесілген жерлерін тігіп, әзер дегенде қанын тоқтатады. Ендігі жерде
бұл маньякты шизофрения ауруымен ауырады деп бостандықтан арнайы құралған докторлар келіп, бұны сынақтан өткізеді. Әбден осындайлармен жұмыс жасаған 3 врач келіп, жан-жақтан сұрақ қойып, бұны әбден бақылаудан өткізеді. Бұл кәдімгі жынды адамдар сияқты түрлі қылықтарды жасап, врачтар келген кезде тілін салақтатып, кәдімгі жын ұрған адам секілді аласұрады. Ең соңында врачтар еш шешімге келе алмай, бұны скрытый камера арқылы бақылауға алып, соның нәтижесінде ғана шешімін шешу керек деп шешеді. Ол уақытта скрытый камера дегеннің аса көп қолданыста емес кезі еді, бірақ ондай құрылғылар болатын. Не керек? Әлгі маньякқа байқатпай, камераны қойып, бір жұма бақылап, камерада түскен видеоның үзінділерінен бұның ешқандай ауру емес екені дәлелденеді. Себебі түнде маньяк төсегіне жатып, азанға дейін ұйықтап, таң азаннан бастап өтірік қуа бастайды. Осының бәрін зерттеп, бақылап, електен өткізіп, врачтар, яғни докторлар ешқандай шизофрения аурумен ауырмайды деген сараптама береді. Не керек? 5 адамның өлімі осының қолынан жасалған деп милициялар да түпкілікті тергеулерін аяқтайды. 1998 жылы әлгі маньякты Алматы қаласында ату жазасы үкімі шығып, соттың үкіміменен ату жазасына кесіледі. Ал ол кезде ату қай түрмеде болатынын ешкім білмейтін. Не Алматы қаласының түрмесінде, не Қарағанды қаласының түрмесінде болатын. Тек прокуратура менен түрме басшысы, яғни начальнигі, және сол күнгі ДПНС деп аталады, абақтының кезекшісі, және сол күні арнайы врач шақырылады. Осы 4 адам ғана біледі. Прокурор атылған кезде қылмыскер атылды деп құжат толтырады. Түрме басшысы иә атылды деп бекітеді. Түрменің кезекшісі ДПНС өлген адамның аяғына беркі тағып, дәл осындай уақытта атылды деп қағазға қол қояды. Мәйітті соңында келіп, арнайы келген врач, яғни доктор, оның өлгенін растап қол қояды. Міне қымбатты тыңдармандар, 5 адамды өлтіріп, іс сотып жүрген қылмыскер осылай ату жазасына кесілді. 2000 жылдары ату жазасына кесілген адамдардың бәрін президенттің үкіміменен ату жазасы алынып, өмір бақилық қамаққа алу деген заң шығарылды. Ал ендеше қымбатты тыңдармандар, әңгімелеріміз қандай да бір әсер қалдырып жатса, лайк басып, тіркеліп, қолдап қойсаңыздар болады. Арнамызға тіркелмеген тыңдармандарымыз болса, арнамызға тіркеліп, бізге көмек қолын ұсыныңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз бізге ауадай қажет. Көп жылса көл, тамшыдан теңіз құралады деуші еді қазақ атам. Сіздердің әрбір басқан лайктарыңыз, әрбір арнамызға тіркелгендеріңіз бізге үлкен күш қуат береді. Ал ендеше қымбатты тыңдармандар, келесі әңгімемізді жолдағанша сау, саламатта болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақстанымыз қанатын кеңге жайып, қаршылай берсін. Сіздерменен әңгіме дүкен құрған Әлидің әңгімелері YouTube арнасы, ал мәтінді оқыған Әли Азат Байұлы.